Егер де адамдардан көңілің қалса, қорықпа, демек сен дұрыс жолдасың. Біреуге уәде берерде барынша абай бол, сонда оны орындау да қиынға түспейді. Әр адамның өміріне қажет алтынға тең тәжірибе, шегіне білу. Шегіну әлсіздікке жатпайды, қайта даналыққа жатады. Екі адамның біреуі дер кезінде артқа шегіне білсе, отбасылық айырылысулар да болмас еді. Артқа шегіну дегеніміз алға қадам басқанмен тең. Өмір баспалдақ тәрізді. Биікке шығарда, жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақтан қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай жаза да, сый да емес. Бар болғаны әлем солай жаратылған. Жақындарыңды қадірлей біл. Бір күні олар сенің жаныңда болмауы мүмкін. Адамның қарым-қатынасы шыны секілді. Оны сындырып алсаң, қайта түзету мүмкін емес. Қол жетімдісін емес, лайықтысын таңда. Сонда уақытша рахатқа емес, мәңгілік бақытқа бөленесің. Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа, себебі олардың 80%-на сенің қиындықтарың қызық емес, ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа керек десең іштей қуанады. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Бақытты болғың келсе, адамдар мен дүниеге байланбай, мақсаттарыңа қарай қадам бас. Кейде өмір сізді өзіңіз қалаған адамдармен емес, сізге керек адамдармен жолықтырады. Олар сізге қиындық тудырып, махаббатын сыйлайды. Кейде өмірлік сабақ үйретіп, жаныңызды жаралайды. Сонда сіз нағыңыз болғыңыз келген адамға емес, болуыңыз керек болған адамға айналасыз. Табиғатқа құлақ сал, сонда ешқашан кедейлік көрмейсің. Адамдарға құлақ сал, сонда ешқашан байымайсың. Тіліңді байлығыңды қорғағандай қорға, сонда өзіңе қатысы жоқ нәрселерді сөз етпейсің. Уақыт өткен сайын көргенде шын қуанатын адамдардың қатары сиреп бара жатқанын байқаймыз. Үнсіздік мыңдаған сөзден де артық. Бір адамнан жылулық күтіп, өмір бақи қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып, бір рет қана қиналған артық. Ішкі жан дүниеңізді өзгертпейінше, басқа елге көшіп кетсеңіз де, басқа адаммен жолықсаңыз да, келбетіңізді өзгертіп тастасаңыз да, бақытты бола алмайсыз. Біреудің сені сатып кеткені қолыңды сындырғанмен тең. Кешіру мүмкін, бірақ енді ешқашан оны қайта құшақ жайып қарсы ала алмайсыз. Мына заман сөзінде тұрмайтын адамдарға таң қалуды қойып, айтқан сөзінде тұрып, берген уәдесін орындай алатын адамдарға таңдана қарайтын уақыт болды. Әрекет мыңдаған қажетсіз айтылған сөздерден артық. Жақсылар бақытта келеді, жамандар тәжірибе. Ұяты кемдер сабаға келсе, мықтылар сізге жақсы естеліктер сыйлайды.
Айналаңның бәріне құрметпен қара. Мейлі сені ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Ешқашан біреудің өткеніне күлмеңіз, өйткені сіз де өз болашағыңыздан бейхабарсыз. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа. Жаныңдағы жанашырыңды, сенің бар қатеңді кешіріп, саған қомқорлық танытқан үшін оны алақаныңда аяла. Өйткені өмір бізді ондай адаммен бір-ақ рет жолықтырады. Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды ешқашан байқамайды. Есесіне олардың айтқанын бір рет орындамасаңыз, оны ешқашан ұмытпайды. Өмір жолыңызда кездескен адамдар сізге бекер жолыққан жоқ. Олардың біреулері сізге өмірлік сабақ әкеліп, сізді шыңдай түссе, енді біреуі бақыт пен қуаныш сыйлайды. Бәріміз кәрілік келмей жатып, бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек. Егер барлық тыйымдарға мән беретін болсаңыз, онда ешқашан жетістікке жете алмайсыз. Адамдарға шын көңілден міндет қылмай жәрдем бер, бірақ жалқаулар мен еріншектерге емес. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылығын емес. Шынайы өмірді романтикалық сарында түсіндіретін адам, үміті үзілген адам. Ештен кеш жақсы. Болашағын қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады. Мың шақырым жолдың өзі алғашқы қадамдардан басталады. Алған алақанын, берген жүрегін толтырады. Қызыл алманы көргенде пышақтың да жүзі қышиды. Бастаған ісіңе айналаңдағылар күле қараса, жетістікке жеттім дей бер. Өмір фотография секілді, күлімдеген сайын жақсара түседі. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы. Сіздермен болған Әлем Смарт YouTube арнасы.